Сұрқия 4 бөлім. Байғұс Алма қаншама рет ұлын алып қашпақшы болды. Онысынан түк шықпады. Тіпті ауылдың маңайынан әрі шыға алмайтын. Күйеуі автобусқа мінсе автобустан, таксиге мінсе таксиден түсіріп алатын. Атқа мініп қуып жетіп көліктің жүруіне кедергі болып, тоқтатып, шашынан сүйреп алып шығатын. Баласының жасы 6-ға таяп қалған шағында оны мектепке беру керек. Егер ауыл мектебіне берсе, кейін қашып құтыла алмасы анық. Құжат бойынша тауып алудан тайынбайды. Өйткені ұзақ екеуі некелескенде Қайратқа әкелік танытқан еді. Құжат бойынша Қайрат Ұзақбайұлы деп расталған. Сондықтан баласы мектепке барам дегенше тездетіп қашу керек. Бір жылдың ішінде 4 рет қашуға ұмтылған еді. Болмады. 5-ші жолы қателеспес үшін әбден ойланып алу керек. 2 жыл бұрын дүкенші Бақытжамал апайдың үйіне келін болып түскен Ботагөз Алмашты жеңше деп сыйлайды. Көре қалса сәлем салып, хал жағдайын сұрасады. Неге екені белгісіз, осы келіннің көмегі тиерін Алмаш сезетін. Бір күні дүкенге барса әлгі келін: "Сәлем бердім жеңеше. Асығыс болмасаңыз сәл кідіре тұрыңызшы", деді. Зат алушылар түгел шығып кеткен соң: "Жеңеше, менде жоспар бар. Сіз ақырындап Қайрат екеуіңіз киімдеріңізді пакетке салып, аздап-аздап қораның арғы жағында көк ескі леген жатыр. Соның астына апарып қоя беріңіз. Мен күнделікті алып кетіп бөлмеме жинаймын. Қапқа салып дайындай берейін. 2 аптадан соң қаладан қыдырып құрбым келеді. Сол кезде сізді әкетеді. Пәтер дайындап қояды. 1-ші айға пәтер ақыны мен беремін. Келесісін құрбым береді. Одан кейінгісін көре жатармыз. Бастысы мына үйден аман-есен кетсеңіз болды." "Қой Бота, саған зияным тиер. Ағанды білесің ғой. Мен кетсем бүкіл ауыл маңынан өткен көлікті тоқтатады. Онда былай қылайық. Сіз 4 күн қалғанда маған келіңіз. Ет қойма бос, жинастырып қоямын. Сол жақта ұлыңыз екеуіңіз тығыла тұрасыздар. 4 күн іздеп таппағанда не істерін көрерміз. Ол уақытта ізі суып үлгерер. Енен көріп қойса қалай болады?" "Енем арғы күні курортқа кетеді. Қорықпаңызшы, бәрін ойластырып қойдым." "Ойланайын, Боташ. Ойланатын түгі жоқ. Солай ойланып жүргеніңізде намазыңызда ыдыс жуып жүрмейін", деп бірбеткей келіншек турасынан қойып қалды. Ботагөздің айтқан сөзіне Алмаштың көзі шығып кете жаздады. Үйіне барып біраз ойланды. Расында, таңның атысы, күннің батысы, сұм қорлықтағы өмірі құлдықпен тең. Етегіңді біреуге түргіздің деп сөзбен сүзгілеген енесі әрбір іс-әрекетін сынға алатын. Шынымен шаршап кеткен Алма Ботаның ұсынысын қабыл алды. Бәрі Бота айтқандай болды. Алдымен ең қажетті киім-кешек, кейін құжаттарын тасып болған соң ұлын көтеріп таңғы 4-те Ботаның тауық кебесіне жайғасты. Ботагөз келін білдіртпей күніне 5 мезгіл ас-ауқатын тасып, қолдарына телефон беріп, агентпен сөйлесіп отырды. Тіпті күйеуі де білмеді. Межелі күні қаладан құрбысы келіп, кешке дейін қонақ болып, түнгі 2-де Алмагүлді ұлымен қоса ауылдан алып шықты. Ауылдың аумағынан шығам дегенше Алмаш қорқыныштан өз бойындағы тамырдан тамырға жүгіре шапқан жүректің дүрсілін естіп отырды. Біраз жүрген соң қала шамдары көріне бастады. Кенет Алмагүл машинаның тоқтатуын өтінді. Сыртқа шығып, арайлы батқан таңның шұғыласына қарап өкіріп жылады. Ішінде қақталып қалған мұң мен сырды кең даланың саф ауасына ақтарды. Артына қарауға да қорықты. Бәрі ұмытылсыншы, бәрі қайта оралмасыншы, деп тіледі. Әне-міне дегенше жүйрік көлік қалаға келіп жетті. Таң ата қала көшелерінде көлік тымас. Көңілінде бір қуаныш, бір уайым. Жүрегі алып ұшып тұр. Қорқынышы да бар. Өзі аңсаған бостандықтан өзі қорқып тұр.
Ботаның құрбысы Алмагүл мен ұлын әдепкіде бір жеті өзінің үйіне тұрғызса, кейін пәтерге шығарды. Алмаш бүкішіндеп 2-3 жұмыс жасап, ұлын мектепке беруге дайындалып жүр. Көрші келіншек Ботагөздің ата-анасының ресторандарында аспаз болып жұмыс жасап жүр. Сол кісілердің көмегімен ажырасуға сотқа арыз берді. Сотта мүлік бөлісу мен алимент төлеу мәселесі көтерілгенде, ұзақбай баладан өз еркімен бас тартты. Алмаға да керегі сол еді. Өзінің де баласының да басын ажыратып алып, әрі қарай өмір өзенінің ағымымен қалықтай жөнелді. 2020 жыл. Арада бақандай 12 жыл өтті. Алмагүл үшін күннің атысы мен батысының арасы 5 қадам. Ал ұлы болса, колледж тәмамдап университетке тапсырғалы жатыр. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болмақ. Алмагүл вахталық әдіспен жұмыс жасайтын. Бұл уақытта үйлі де болған. Жағдайы жақсы. Бірақ Алмаш баяғы Алмаш емес. Арамдығы жоқ аңқылдаған келіншекті көрмейсін. Алмаштың жүзінен тым тұйық. Ішімдегіні тауып ал дегендей кейіппен жүреді. Үндемей жүріп, ең қу адамды алдап кетуден тайынбайды. Осы мінезімен дегеніне жетті. Ал Қайратжан болса, университетке аман-есен оқуға түсті. Алма қуанышты. Ана мен баланың бейқам өмірі осылайша жалғаса берер еді. Егер Жауқазын болмағанда. Жауқазын Қайрат оқитын универдің 4-ші курс студенті. Шап-шағын денелі, аққұба ренді, қысыңқы көзді ару. Бір қарағанда кәрістің қызына ұқсайды. Өзі бір орында тұра алмайтын тым жыбырлақ. Биге де қатысып, ресторан-клубтарда ән айтатын. 1-ші курсқа енді түскен Қайрат сырттай көріп ғашық болады. Бірақ қыз өзінен 4 жасқа үлкен еді. Қайрат оны қанша ұнатса да сөз салуға батылдығы жетер еді. Бірақ бала кезінен анасының, әкен үлкен қатынның соңында кетті. Осыдан жасы үлкен қызды әкелсен, теріс батамды берем, деп анасы айтушы еді. Осы сөзі құлағында қалып қойған. Анасының сөзін бұлжытпай орындайтын Қайрат, Жауқазынға деген сезімін әрі қарай өршітіп алмай ұмытуға тырысып жүр. Бір күні Жауқазын өзі танысуға ұсыныс жасамағанда, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді. Жауқазын мен Қайрат жаңа жыл кешіне дайындық барысында танысты. Кезекті жаңа жыл кешін ұйымдастырушы болып тағайындалған Жауқазын 1-ші курс студенттерінің арасынан ән айтатын жігіттерді іздеп жүрген еді. Қайраттың әнге әуестігі бар еді. Осылайша екеуі танысып, табысып, дос болып кетті. Жігіттің жүрегі қанша жерден алып ұшып тұрса да, сезіміне бой бермей жүрді. 3 айдай өз-өзімен, ішкі жан дүниесімен күресіп, ақырында жеңілді. 8 наурыз күні қызға сөз салып, жұп болуға ұсыныс жасады. Қыздың әуселесі әу бастан белгілі. Жеңілтектігі сонша келісе салды. Қайрат әкесі сияқты ажарлы. Жауқазын ұнатса ұнатқан шығар. Ғашықтық алау түгілі ұшқыны да жоқ. Сонымен екеуі жүре бастады. Анасы ұлының бір пәлекетті бүлдіріп жүргенін сезіп жүр. Іштей себебін де сезеді. Бірақ мойындауға батылдығы жетер емес. Көп ұзамай-ақ Қайрат анасына сүйіктісін әкеліп таныстырды. Бір көргеннен ұнатпады. Киіп келген киімі, боянғаны, жалпы қыздың бар болмысын жақтырып отырған жоқ. Амал жоқ, тілін жұтып шаққа отыр. Таныстықтан соң ұлын айнытып көріп еді, онысынан тым шықпады. Анасы қой деген сайын, Жауқазынға деген махаббаты өршіп бара жатқандай. Осыны уақытысында түсінген Алмаш әрі қарай соғысты қоя қойды. Бәрін уақыттың еншісіне салды. Жалғасы бар.